Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода профессор атты киноны қысқаша мазмұндап беретін боламын. Кино Ричард атты әдебиет пәнінен сабақ беретін колледж профессорының ауруханаға келіп дәрігерден өз диагнозын естіп аң-таң қалып отырғанымен басталады. Дәрігер Ричардқа ауруының асқынып бара жатқанын айтып, тек жарты жылдық өмірі қалғанын ескертеді. Бұны естіген Ричард көңіл күйге түсіп жұмысына келеді. Күні бойы жарты жылдық өмірі қалғанына сене алмай, бұны қабылдай алмай жүреді. Кешкі ас уақытында отбасымен тамақтанып отыр, бас үстінде қызы өзінің лесбиянка екенін айтады. Ричард қызының бұл ісінің дұрыс еместігін айтып қолдау білдірмейді. Әкесіне ренжіп қалған қызы өз бөлмесіне кетіп қалады. Ал Ричард пен оның әйелі Вероника бір-бірімен ұрсып қалады. Сол уақытта Вероника Ричардтың бастығы Генримен болып жүргенін айтып, измена жасап жүргендігін айтады. Бұған прикол ұстаған Ричард бастығының жұмыртқасы жоқтығын айтып мәзілдеп жібереді. Вероника болса бастығының 3 жұмыртқасы бар екенін айтып, виносын алып ас бөлмеден шығып кетеді. Ертеңіне Ричард лекция барысында кімдер оқығысы келмейді, кете берсін деп босатып жібереді. Ал оқығысы келетіндер қазір де бірігіп кітап оқып, оның мазмұнын айтып бересіңдер деп жатқанда студенттердің көбісі шығып кетеді. Қалған студенттермен әртүрлі тақырып бойынша сөз қозғап жатқанда феминистка қыз ЛГБТ мен феминизм туралы айта бастайды. Ричард болса ЛГБТ мен феминизмге қарсы екендігін айтып, сол жерден сабақты тоқтатады. Солай кабинеттен шығып бара жатқанда кімде шегетін шөп бар, сол менің кабинетіме келіп кетсін деп кабинеттен шығып кетеді. Ричард досы бір жағынан әріптесі Питермен барда кездесіп, одан творчестволық демалыс сұрап, өзінің ауруы туралы айтып береді. Бұны естіген Питер Ричардты аяп кетіп, жылы сөздерін айта бастайды. Ричард болса оны бейшара ретінде аямауын өтінеді. Ертеңіне Ричард әйелімен сөйлесіп отырып, орталарында не болып жатқан қызына айтпауын өтініп, көңілдесімен кездесе беруге рұқсат береді. Екеуі солай виски ішіп бір-бірімен сырласады. Бұл сырласудың арты түрі жаман көкпармен аяқталады. Ричард колледжге келіп, өз сабағында кеше қалған студенттермен танысады. Клэр атты қыздан өзі туралы айтып беруін сұрайды. Клэр өзі туралы айтып беріп, Генридің қарындасы екендігін айтады. Генри деген манағы Ричардтың әйелінің көңілдесі. Клэр бірақ Генридің ағасы болса да оны жақтырмайтындығын айтады. Ричард студенттеріне барға барып таныстықты сол жерде жалғастыруға ұсыныс жасап, барлығы барға келеді. Профессор студенттермен ішімдік ішіп танысып отырғанда қастарына официант қыз келеді. Араққа тойып алған Ричард әйеліне измена жасайтын қолайлы сәттің келгенін байқап, официант қызбен туалетте от души көкпар шауып my god болады. Көкпарды аяқтап, Ричард стол басына келіп, студенттеріне шотты жауып, рахмет ретінде официант қызға шайбай қалдырып кетуін бұйырады. Үйіне келіп кешкі астанып отырғанда әйелі болған оқиғалар туралы қызынан кешірім сұрайды. Қызы болса кешіргенде кейіп танытады. Ричардқа жұмыс үстінде студенті келіп, оған шөптен жасалған кекс әкеледі. Ричард кексті вискимен қосып ішіп жатқанда, оған студент бала біртүрлі зат жасап береді. Оны өздеріңде түсініп отырсыңдар. Кайф алып болып өз үйіне келіп қызымен сөйлеседі. Қыздан ол қаншалықты бақытты екенін сұрайды. Қызы болса өзінің қатты бақытты екендігін айтады. Питер Ричардтың жағдайын уайымдап, оны арнайы ракпен ауыратын адамдардың клубына әкеледі. Ричард клубтағы адамдардың тағдырын естіп отырып, былай отырып бос уақыт құртпау керектігін айтады. Керісінше қалған уақыттарында от души қуып көңіл көтеруге шақырады. Клубтағы адамдар бірақ бұнымен келісе қоймайды. Ричард өзін бұндай қызықсыз ортада ұстай алмай клубтан кетіп қалады. Досы екеуі қайта барға келіп әңгімелесіп отырғанда, ол өзінің өлімін күтіп отыра бермей саяхаттап қыдырғысы келетіндігін айтады. Солай екеуі біраз әңгімелеседі. Араққа тойып алған Питерді таксиге отырғызып үйіне жібереді. Ал өзі студент қызбен әрі қарай ішімдік ішуді жалғастырады. Ричард өзінің ауру туралы қызға айтып береді. Қыз болса мұңайып кетпес үшін Ричардты биге шақырады. Ричард билеп жатқанда есін жоғалтып жерге құлап қалады. Ауруханада есін жинаған Ричард үйіне келеді. Әйелі сол уақытта оны күтіп алып, осы уақытқа дейін қайда болғандығын сұрайды. Бірақ Ричард өзінің проблемаларын әйеліне айтқысы келмейтіндігін айтып, бөлмесіне кіріп кетеді. Келесі күні жұмыс барысында Генри өз кабинетінде Ричардты шақырып алып, жұмыстан босататындығы туралы айтып қорқытады. Бұны естіген Ричард Генридің өз әйеліне измена жасап жүрген айтып беремін деп, оны да қорқытып тастайды. Бұл әңгімелерден кейін Ричард Генриден творчестволық демалыс сұрайды, ал Генридің көнуден басқа амалы жоқ болатын. Ричард өз бөлмесіне келген бойда оның жағдайы нашарлай бастайды. Бұны байқап қалған Питер қасына жүгіріп келеді. Ричард сол уақытта досынан көмек сұрап, оны шіркеуге алып баруын өтінеді. Шіркеуге келгенде Ричард өз күнәлерін айтып кешірім сұрап, сол жерде досы Питермен қоштасады. Бұған шыдай алмаған Питер досын қимай сол жерде жылап жібереді. Арада біраз күндер өтеді. Генри әріптесі кешкі ас жасайды. Бұл кешкі асқа Ричард өз отбасымен келеді. Алдарынан Генри мен оның әйелі күтіп алады. Ричард моментті пайдаланып, Генридің көзінше Генридің әйелімен сүйісе кетеді. Бұны көрген Генри дым білмегендей түр жасайды. Кешкі ас уақытында Ричард тост сөйлеп, досы Питерге және әріптестеріне рахмет айтып, өзінің ауруы туралы айтып береді.
Кешкі астан кейін әйелімен қоштасып осы уақытқа дейін қасында демеу болғанына рахмет айтып кетіп қалады. Рич үйіне келіп заттарын жинап кетіп бара жатқанда үйіне өз қызы келіп қалады. Қызы мұңайып кетіп әкесіне не болғанын сұрайды. Ричард жылап отырып өзінің диагнозы туралы айтып беріп, қызының мәңгі жадында қалатындығын, қызымен мақтанатындығын айтып қоштасады. Әкесі кетіп бара жатқанда қызы қимай есік алдында мұңайған көздерімен әкесін шығарып салады. Ричард қаладан алыс жерге кетіп қалып, жол бойында машинаның ішінде қайтыс болып о дүниеге аттанады. Осылайша кинода аяқталады. Видеоны лайк басып, қазақ тілді арнаға қолдау көрсете отырыңыздар.